Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде біраз жылдар сабақ беріп, одан кейін сол жерден кандидатым қорғап, болашақ бағдарламасымен оқыдым. Осы оқу барысында бізді тілдік курстарға жібереді алдымен. Жаңағы тілдік деңгейіміз жетпегендіктен. Сол тілдік курстарды бізді осы эссе жазуға, былайша айтқанда жаңағы университеттерде жазба жұмыстарын қалай жазуға үйрету бағытында оқытты. Осы кезде ең бірінші бізді эссе жазудан бастап үйретті. Және болашақ бағдарламасын бітіріп келгеннен кейін мен академиялық жазылым, яғни ағылшынша айтқанда академик райтинг пәнімен дәрістер жүргізе бастадым. Ол пәннің негізгі мақсаты жаңағы студенттерді жазба жұмысын жазуға үйрету, дипломдық жұмыстарды жазуға үйрету, ғылыми мақалалардың құрылымдарын, әрбір бөлімдерін, жаңағында тезис дейміз, зерттеу әдістерін қалай жазамыз, осы бағытта үйретеді. Осы пәнде үйрете бастадым. Бірақ осы үйрету барысында мен өзімнің студенттерімнен мынандай кемшілікті анықтадым. Яғни олар эссе жазуды білмейді екен. Осы бағытта мен бірінші аптаның кезінде тіптен 2 апта уақытым кетеді, кейде 3 апта уақытым кетеді, оларға эсселердің түрлерін және олардың құрылымдарын қалай жазу керектігін үйреттім. Себебі онсыз маған оларға қандай да бір ғылыми жобаны жазуды үйрету қиын. Себебі негізі эссе жазу барысында оқушылар жай ғана жазба жұмысын ғана жазып үйренбейді, онда сыни ойлау дейміз ғой, critical thinking. Осыны бәрін жолға қояды, және эссенің түрлері бар. Салыстыру эссе, аргумент эссе деген сияқты бәр. Осының бәрін құрылымын жақсы меңгерген студент қана ол алдағы уақытта өзінің ғылыми жобасын, зерттеу жұмысын, жаңағы диссертациялық, яғни дипломдық жобасын жақсы жаза алатын болады. Өкінішке орай осындай кемшіліктер болып жатты, бірақ осының орнын толтыру мақсатында жаңағы эссені түрлерін үйреттік, және де жақында академиялық жазылым негіздері атты оқу құралымды шығардым. Ол жаңағы бірнеше жылдардың тәжірибесінде жүзеге асырылған жұмыс болды. Өзімнің зерттеу жұмыстарымды, тағы да басқа осындай кемшіліктерді орын толтыру мақсатында жазып шығардым. Және де қазір бұл оқу құралы енді мектеп оқытушыларының, мектеп мұғалімдерінің тарапынан да қызығушылық тудырып жатыр. Енді бір жағынан бұл оқу құралын жазу барысында да біршама мектеп мұғалімдерінен пікірлерін алдым. Яғни сіздер эссені жазу барысында қандай қиыншылықтар кездесіп жатыр, сіздерге не себептен жазылмай жатыр, дұрыс бағытта жолға қойылмаған деген мәселелердің орнын толтыру үшін осындай пікір алмасып отырып, осы оқу құралы жарыққа шықты. Енді білмеймін, мұнда кішкене уақытымыз тығыз болып қалуы мүмкін. Мен слайд әзірлеп едім. Егер қаласаңыз, Ақмарал апай, осы слайд бойынша жүр десеңіз, слайд бойынша айтайын, немесе сұрақ-жауап түрінде десеңіздер, сұрақ-жауап түрінде өткізуге болады. Сіздерге қалай ыңғайлы? Меніңше әріптестер сұрақтар бар болса, чатты байқап отырайық. Еділбай мырза, сіз слайдыңызды көрсете беріңіз, иә? Жақсы, рахмет. Эссе және оның түрлері. Яғни алдымен эссе дегеніміз не? Ол осы мәселенің басын ашып алған дұрыс сияқты. Эсседе, яғни шығарманың бір түрі болып табылады. Ондағы мақсат ең алдымен ол белгілі бір тақырыпты, мәселені талдау мен сипаттауға, бағалауға бағытталады. Оның тақырыбына және онда берілген сұраққа соның дұрыс екеніне, оқушының өзінің пікірінің, жаңа өзінің қандай да бір мәселе жөніндегі пікір білдіреді. Сол пікірінің дұрыстығына өзінің оқырманын, әдетте оқырман енді мектеп мұғалімі немесе жоғары оқу орнында оқытушы болып табылады. Осылар сендіру. Ол тақырыптың жөнінде өзін. Енді бізде мынадай мәселелер көп туындайды. Яғни өзге жазба жұмыстарының эссені
айыра алмай жатамыз, яғни айырмашылықтарын білмей жатамыз. Оның ішінде көбінесе біз шатастырып жататынымыз шығарма. Шығарма дегеніміз өздеріңіз білесіздер, көркем шығарма, ол жаңағы әдебиет пәнінен жаздырамыз біз. Жаңағы күз деген тақырыпқа, немесе жаңағы әртүрлі адал дос деген тақырыпта көркем шығармалар жазуы мүмкін. Осы жерде біз жаңағы көркем эссемен кәдімгі академиялық бағытта жазылатын эссені шатастырып алып жатамыз. Ал шығарма дегенім жалпы өздеріңіз білесіздер, барлық адамның қолынан туған дүниенің бәрін біз шығарма деп айтамыз. Мысалы, көркем сурет салатын болсақ, оны да шығарма, композитордың әні, тағы да басқа, оның бәрін шығарма деп айтамыз. Сондай-ақ тағы бір кететін қателік публистикалық мақалалар сияқты жазылып кетеді эсселер. Яғни академиялық бағыттағы эссе ол белгілі бір құрылым талаптарды сақтай отырып жазылады да, ал публистикалық эссе көбінесе жаңағы өздеріңіз білесіздер, газет журналдардың бетіне арналған қандай да бір мәселені, ақпаратты хабардар ету үшін жазылады. Ал енді сондай-ақ тағы да баяндама деген. Бұл да бір баяндаманы көбінесе өздеріңіз білесіздер, зерттеу жұмысына байланысты мысалы жазылатын болса, осыған байланысты көтерілген мәселелерді қандай жаңағы зерттеу нәтижелері болды деген сияқты осылармен талдау, сипаттаулар жөнінде жазылуы мүмкін. Ал диссертацияны өздеріңіз білесіздер, қандай да бір зерттеу тақырыбына байланысты жаңа қандай да бір мәселе анықталып, сол осы тақырыпқа байланысты қосқан үлесін көрсету үшін жазылады. Келесі эссенің түрлері. Қазір енді мен мына жерге негізгі деген эсселерді көрсеттім. Жалпы біршама эссенің түрлері бар, ағылшын тілдерінде мысалы өздерінің жазатын. Соның ішіне мысалы негізгі, яғни біз қолданып жүрген эсселердің түрін қойдым. Аргументтік эссе, салыстыру эссесі, мәселе және оның шешімін қарастыру, тағы да басқа. Оның ішіне тіптен уәждемелік деген бар. Ол жаңа мотивациялық деп айтамыз ғой кейде. Осы ондай эсселерді өздеріңіз білесіздер. Мысалға, болашақ бағдарламасына түсу үшін де мотивациялық эссе жазуға тура келеді. Мысалға, сондай-ақ айталық мотивациялық эссені, яғни уәждемелік эссені мынау шетел оқу орындарына магистратураға түсер кезде де жазады. Яғни сіз осы мамандықты немесе осы университет не үшін таңдадыңыз деген сияқты. Оның да өзінің құрылымдары белгілі бір. Енді бізде көп жазатын аргумент эссе, өздеріңіз білесіздер, ол аргумент эссені, яғни қандай да бір дау туғызатын мәселені қарастыра отырып жазылады. Оның сұрақтары да мысалға, яғни тақырыптары да, сұрақтары да, яғни пікір таласқа туындайтын мәнде болып құрылады. Мысалға, емтихан тестпен алу дұрыс па, өздеріңіз білесіздер, осы мәселелер. Немесе оқушының ұялы телефон ұстауына тыйым салу қажет пе деген сияқты мәселелер көп туындайды. Сондай-ақ, бұл аргумент эссені қалай жаздыруға болады? Енді менің өзімнің жаңа оқушыларға, студенттерге қалай жаздыру керек екенін біріншіден эссенің үлгісін көрсетемін. Яғни сіздердің жазатын мәтіндеріңіз мынадай болады деп. Одан кейін пікір талас туындайтын тақырыптардың бірін алып, кез келген айталық, қалай десем екен, Қазақстанда гендерлік проблема бар ма деген сияқты мысалы. Олар айтады, біреу бар, жоқ, біз шетелдегі емес, жоқ деген сияқты пікірлер болуы мүмкін. Осы яғни шағын ғана топ бөліне бастайды. Біреуі оны бар дейтін, біреуі жоқ дейтін деген сияқты. Содан кейін, яғни осы жерде бір пікір талас туғаннан кейін, одан кейін, яғни міне, қазір сіздер осы жөнінде пікір таластырдыңыздар, яғни біздің жазатымыз аргументтік эссе. Оның мақсаты, құрылымы мынандай деп мақсаты құрылымдармен түсіндіруге болады. Одан кейін тақырыпқа байланысты жазылатын эссенің тезисін жазу мен және жоспарын құру. Яғни жоспар құру. Біз осы нәрсені көбінесе үйретпейміз, немесе тіптен эссені өзіміз жазу барысында жоспар жазбаймыз. Тіптен 100 сөз, 200 сөздік эссе жазатын болсаңыз да, қандай да бір оның жоспарын құрып алған дұрыс. Себебі жоспарсыз ол сіз шатасып кетесіз. Одан кейін басқа тақырыпта аргумент эссені тақтаға жазып көрсету. Әдетте мен өзім мысалға кез келген бір
дәл оларға студенттерге беріп отырған тақырып емес, соған ұқсас тағы да басқа, мысалы аргумент тақырыптар көп қой. Сол аргумент тақырыптардың бірін алып, яғни жазып көрсетемін. Мынаны былай, яғни былайша айтқанда сыныппен бірге жазамыз. Одан кейін оқушылардың өз бетінше аргументтер, мысалдар және эссенің бөлімдерін жазуына көмектесеміз, яғни бақылап отырамыз. Бұл жерде грамматикалық немесе орфографиялық қателерге аса мән беру қажет емес. Себебі, егер де біз мына жерін дұрыс грамматиканы былай қою керек деген кезде, оқушының ойы бөлініп кетуі мүмкін. Ол жерде ол оқушы, студент қатты ойланып отырады. Яғни ол жердегі маңызды нәрсе құрылымы, қалай аргументтер салу. Осы кезде біз оған бір грамматикалық дұрыс емес деген нәрсені айтатын болсақ, көңілі аударылып, яғни ойы бұзылып кетуі мүмкін. Ал енді оны келесі кезеңде эссенің соңғы нұсқасын әзірлеу барысында, яғни оны біз әдетте қатемен жұмыс деп атаймыз. Сол қатемен жұмыс кезінде құрылымын, мазмұнын, грамматикалық, орфографиялық қателердің бәрін түзетіп шығуға болады. Немесе жаңағы біз қасындағы досына, немесе парталас оқушыға бір-біріне эсселерін алмастырып, тексертіп, олардың қателерін бір-біріне табуға мүмкіндік беруге болады. Жақсы, сондай-ақ эссенің тағы да жаздырулардың бір амалдардың бірі тақырыптарды, мысалға айталық артық салмақ деген тақырып. Осы тақырыпқа байланысты түрлі кілтті сөздерді беруге болады. Бұл кілтті сөздердің бәрін ол жаза береді. Содан кейін оның ішінде осы кілтті сөздер арқылы студент немесе оқушы өзіне қажетті деген сөздерді, яғни оларды ертең аргумент ретінде немесе басқа да қолдаушы сөйлемдер ретінде қолдануына болады. Сондай-ақ келесі түрі, ол жаңа өздеріңіз білесіздер, карта жасау, енді ағылшынша map дейді, осылай сызып, мысалға қарасаңыздар ортада артық салмақ, одан кейін ол бөлініп кете береді, мысалға сақтану, одан қалай сақтануға болады, немесе өмір стилі. Яғни бұл жерде бүкіл барлығын алуға болмайды. Мысалы, біреуін ғана алуға болады, мысалға артық салмақ, денсаулыққа әсері. Ол ішінде кімдерге әсер етеді? Диабетиктер мен қан қысымы бар адамдарға, мысалы, артық салмақ қатты әсер етеді. Тек осыны ғана, осы бағытты ғана алу керек. Өйткені сіз жазатын жұмыс тек қана бір бағытқа ғана бағытталу керек. Өйткені осы жерде, мысалға, өмір стилі, одан сақтану, дұрыс тамақтанбау деген мәселелерді қосып жіберсек, ауқымы кеңіп, әдетте бірнеше мәселелерді қамтыған болып кетеміз. Тек қана аз ғана мәселені, яғни сіз өзіңіздің жаңағы эссеңіздің басында кіріспесінде көрсетіп кетесіз, яғни артық салмақтың денсаулыққа әсері, оның ішінде диабетиктер мен қан қысымы бар адамдарға қалай әсер ететіндігі жөнінде қарастырамыз дейсіз. Болды. Эссе туралы да айта кетейін. Аргумент эссе туралы кішкене айттым. Қазір ол туралы да тезірек бітіп жатсақ, сұрақтарыңыз болса жауап беруге тырысамын. Салыстыру эссесінің негізгі мақсаты ұқсастықтарын салыстыру, яғни артықшылықтарын көрсету, енді өздеріңіз білетіндей. Яғни нені салыстыруға болады? Бір көркем шығарма кейіпкерін басқа көркем шығарма кейіпкерімен салыстыруға болады. Бір көркем шығарманы екінші бір көркем шығарманы. Сол сияқты кете беру керек, бірақ бұл жерде ескеретін нәрсе, салыстыратын нәрсе бір-біріне сәйкес келу керек. Мысалыға, айталық нәзік торты мен Куликовский тортын салыстыруға болады. Ал нәзік торты мен Алматы нанның шығаратын нанын, мысалыға, салыстыруға аса келмейді. Яғни салыстыратын мәселе бір-біріне ұқсас болып келеді. Бұндай нәрсе салыстыруға үйренген студент ертең мысалыға тарихи оқиғаларды, немесе тағы да мен басқа пәндерді айтып жатырмын, мысалыға. Ертең студент болған кезде, мысалыға, Қазақ телекоммен тағы да басқа, мысалыға, сол сияқты монополист компанияның екеуінің арасын салыстыра отырып, ол дипломдық жоба жазуы мүмкін. Немесе Қазақстандағы президенттік басқару құрылысымен, мысалыға айталық, басқа бір мемлекеттегі президенттік салыстыруға болатын сияқты, осындай бір саяси тақырыпта диссертация жазуы мүмкін. Жақсы, келесі. Құрылымы қарапайым деп алайық, кіріспе. Мысалы, екі мәселені қарастыратын болады деп.
айтайық, жаңағы салыстырмалы есе, мысалы, оның ішінде жаңағы Алматы мен Нұр-Сұлтан қалалары деп айтайық. Бірінші, Алматы қаласы туралы айтасыз, одан кейін Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы қаласы, Нұр-Сұлтан. Яғни, бұның бөлім түрінде деп айтамыз, мысалыға, бірінші нысан, бірінші пікір, бірінші нысан, екінші пікір, бірінші нысан, үшінші пікір. Яғни, пікірлерді біз жоспар жасау барысында анықтап аламыз. Одан кейін транзиттік параграф, келесі негізгі бөлімнің екінші параграфы, яғни екінші нысан, бірінші пікір, екінші нысан, үшінші пікір, екінші нысан, үшінші пікір деген сияқты. Одан кейін қорытынды. Яғни, былайша айтқанда, жаңағы еске алайық, мысалыға, бөлім түрінде Алматы ауа райы қандай? Ауа райы жылы, тағы да басқа, орналасқан жері таудың етегінде деген сияқты. Алматы экологиясы қандай? Мысалы, ауасы лас деген сияқты, мысалы, келтіре беруге болады. Одан кейін транзиттік сөйлемді береміз. Яғни, ол екі параграфты жалғастыруы мүмкін, немесе параграф. Одан кейін Нұр-Сұлтан ауа райы, яғни Нұр-Сұлтанның ауа райы қандай? Мысалға, жаздың күні ыстық деген сияқты, салқын деген сияқты. Нұр-Сұлтан орналасқан жері жазық дала, мысалы, Сарыарқаның төсінде деген сияқты. Нұр-Сұлтан экологиясы, мысалға, ауасы таза деген сияқты. Қорытынды бөлімде осы, мысалға, мен мәселелерді қандай салыстырғанымыз жөнінде қысқаша айтып, яғни осы жерде қайсысының артықшылық немесе басым болғандығы жөнінде көрсетіп кетуге болады. Келесі, тізбек түрінде. Яғни, ол жерде бір нысанды бір параграфте талдасақ, екінші нысанды екінші параграфте талдасақ, мысалға, екеуін қатар қойып та көрсетуге болады. Мысалға, ауа райы. Алматы қаласының ауа райы мынандай, Нұр-Сұлтан қаласының ауа райы мынандай. Орналасқан жері, Алматы қаласы, мысалы, таудың етегінде мынандай орналасқан, бірақ Нұр-Сұлтан қаласы жазық далада орналасқан деген сияқты. Алматы қаласы, мысалға, экологиясы өкінішке орай осындай салдардан бұзылған, қаласының дегенмен ауа райы тағы да басқа, жаңағы ауасы жазық далада осындай орналасқандықтан, көшелері кең, жаңа үйлердің арасы ашық деген сияқты, осының салдарынан ауасы таза деген сияқты көрсетуге болады. Яғни, салыстырмалы эссенің тақырыптары қандай? Оны көп жаңа айтып отырмын, мысалы, кеңседе жұмыс жасау мен қашықтан, яғни үйде жұмыс жасаудың өздеріңіз білесіздер, айырмашылықтар мен ұқсастықтар бар. Осыны немесе Opera және Chrome браузерлерінің негізгі артықшылығы, мысалға, бұл информатика пәнінен жаңағы жақсы эссе жазуға болатын тақырып. Мысалы, әдебиет пәнінен Торайғыров кім жазды романдағы әжібайға тән қасиеттер қазақ жастарының бойында қазіргі мінез-құлық қасиеттерімен салыстырып жазуға болады. Ұлттық және жекеменшік университеттердің ұқсастықтары мен айырмашылықтары. Мысалы, салыстырмалы эссе, мысалға айтайық, Қазақстан Республикасының халқының саны аз және қазба байлықтары мол. Бірақ Өзбекстанның егін шаруашылығы мен туризм саласы жақсы жетілген. Сөйлемдерде қандай мәселелер айтылған? Енді уақыттың тығыздығына байланысты мен өзім айтып кетейін. Мына жерде мысалыға, өздеріңіз көріп отырсыздар, бірінші сөйлемде Қазақстан халқының саны және қазба байлықтар туралы айтылады. Ал екінші сөйлемде, мысалыға, шаруашылық және туризм туралы айтылады. Бұл екі мәселені салыстыруға болмайды. Егер де осындай тапсырма беретін болсақ, оқушыларға немесе студенттерге осындай бағытта, олар шатасады. Сондықтан оны қалай, мысалыға, бағыттап, немесе дұрыстап, немесе бұндай бағытты дұрыс жазуға болады, немесе жаңағы сөйлемді қалай дұрыс келтіруге болады. Яғни, мысалыға, айталық, Қазақстан мен Өзбекстан 4 айырмашылығы бар. Бірінші айырмашылық халқының саны. Қазақстанның халқының саны аз болса, өзбек халқы өте көп. Екінші айырмашылық ретінде қазба байлықтарын атауға болады. Қазақстан қазба байлыққа бай, керісінше Өзбекстан ондай байлыққа ие емес. Үшінші ерекшелігі егін шаруашылығы. Мысалы, Өзбекстан Қазақстанмен салыстырғанда егін шаруашылығын жақсы жолға қоя білген. Екі елдің келесі, мысалы, айырмашылығы туризм. Қазақстан туризм саласын жетілдіру үстінде, дегенмен Өзбекстанның тарихи жәдігерлерінің көп болуы және туризмдегі қызмет саласының даму салдарынан туризм саласы әлде қайда жоғары қоя білген.
деген сияқты келтіруге болады. Жақсы, енді мен қысқаша тез айтып кеттім. Тағы да басқа мәселелерді мынандай оқу құралынан жаңа біле аласыздар. Ол жерде жаңа тезис, пікір сияқты мәселені және оқушыларға ғылыми жобаны қалай жаздыруға болады, қалай тақырып таңдатуға болады, жаңа ғылыми жобаның сұрағын қалай құруға болады деген, тіптен сілтемелерді қалай жасауға болады, плагиаттықтан қалай сақтануға болады деген мәселелердің бәрін осы оқу құралдарында қарастыруға тырыстым. Енді менің айтайын дегенім осы. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Рахмет. Менде сұрақтарыңыз бар ма? Егер сұрақтарыңыз бар болса, кезектеген экранда қол көтеріп, Еділбай мырзаға сұрақтарыңызды қойыңыздар. WhatsApp-қа мынандай бір сұрақ келіпті. Еділбай мырза, сіздің эссе туралы кітабыңыз бар ма дейді. Жаңа айтып өттіңіз, бар болса, қайдан алуға болады дейді. Алматы қаласында Білік баспасынан жарыққа шықты. Қазір мен телефонын айтайын ба осы жерден? Баспаның жоқ әлде жазып жерейін ба? Чатқа, жазсаңыз да болады, әрине. Чатқа жазыңыз, бәрі көрсін. Алматы қаласында Білік баспасынан шықты. 8-707 130 19-89. 8-707 130 19-89. Осы номерге хабарлассаңыздар Білік баспасына. Олар жаңағы Қазақстан бойынша жеткізіп беруді де қарастырған Қазпошта арқылы. Сондай-ақ жаңағы көтерме бағамен алып жатсаңыздар, мысалы өздері қойып қойған 10 кітап, 20 кітап, 30 кітап үшін мысалы өздерінің белгілеп қойған бағалары бар. Көтерме бағамен де сіздерге жеткізіп береді. Рахмет. Тамаша. Тағы мынандай сұрақ қойыпты. Сіздің жаңағы жасаған слайдтарыңыз өте ұнапты оқырмандарға, көрермендерге. Соны қалай алуға болады дейді? Егер бере аласыз ба? Әрине, оқасы жоқ, бөлісуге ешқандай қарсылығым жоқ. Жақсы, бөлісейін. Қайырлы кеш, құрметті әріптестер, сұрағым бар еді, естіліп тұр ма? Иә, тыңдап. Аты жөнім Айжан Төлеуқасымова, қазақ тілі әдебиеті мұғалімі. Сіз жоғарыда былай деп айтып өттіңіз. Эссе жазу барысында грамматикалық қателерді айтудың қажеті жоқ, оқушының, жазушының ойын бөлісті дедіңіз. Жалпы эссе жазу, сонда бұл жерде сіз қандай мәселені меңзеп тұрсыз? Эссе жазу барысында жалпы оқушылармен бөлісуге, пікір таласу мүмкін деген сөзіңіз ба? Жалпы олар өз бетіне жазып отыру керек қой, берілген уақыт көлемінде. Дұрыс айтасыз, Айжан апай. Кедергісіз. Әлде ол сол аралықта жетекші балалар жетелеп ой қосып отырады дегенді меңзедіңіз ба? Мен сол жерін түсінбедім. Айжан апай, сұрағыңыз өте орынды. Бұл жерде былай ғой. Жаңағы өзіңіз білесіз, тіптен біз тез жазып отқан кезде, мынау қарапайым WhatsApp-пен, мысалы, әлеуметтік желілермен бір-бірімізге хабар алмасып жатқан кезде қателіктер жібереміз ғой. Түсініп отырсыз ғой, қателіктер жібереміз. Яғни, бірақ ол жерде біз белгілі бір ойымыз болады. Осы кезде олар жаңағы жоспарды құру барысында мысалға сөздерді қысқартып жіберуі мүмкін, немесе үтір нүктені қоюды ұмыт кетуі мүмкін. Сол кезде оған аса қатты мән берудің қажет жоқ. Себебі студент ол жерде жаңа ойлау, яғни грамматика басқадан гөрі ойлау, яғни оның идеясымен алысып жатыр. Сол мысалға мақаланы жазған кезде де немесе қандай да бір өзіңіз білесіз ғой, бір идеямнан айырылып қалмасам екен деп тез жаза бересіз сол жерде. Бірақ сіз жұмысты өткізудің алдында соңғы кезеңінде тексеру жұмысы жүреді дедіңіз. Сол соңғы тексеру жұмысына дейін сонда ол қандай үдеріс жүріп жатады? Мен соны түсінбей тұрмын. Жалпы мұғалімнің баланың эссе жазу кезінде ешқандай да ықпалы болмау керек қой. Әлде ықпалы болу керек дегенді меңзеп тұрсыз ба? Неге, нені ықпалы болу керек, мен түсінбедім. Мен айтып тұрсыз, қателеріне мән бермеу керек. Біз оған онсыз да мән бермейміз ғой. Жұмысты жинап алғасын ғана көреміз. Жоқ, тыңдаңыз. Эссені жазу барысында жоспар құру, тағы да черновой вариант деген болады, орысша айтқанда.
осы кезде осы кезде оған черновой вариантына мына жеріңде өтір қалып кетті, мынау деп қатты шұқылай берудің қажеті жоқ. Себебі анау бала шығармашылық, ол шығармашылық неде отырады? Ол жерде керісінше біз оған жаңағы саппорт, яғни демеу беру керекпіз. О, сен жақсы жазып жатсың. Яғни оның мынандай ынталандыру керекпіз. Ал егерде біз сұрап тұрмын ғой, демек мұғалім үдеріс барысында ықпал жасау керек деп отырсыз. Дұрыс айтасыз. Үдеріс, яғни шығармашылық қабілетін оянуға ықпал ету керекпіз. Яғни бала ол жерде өзін бір керемет эссе жазатын, сондай бір шығармашылық қабілеті зор тұлға ретінде өзін солай ойлау керек. Ал егерде біз сол жерде оған бір үтірге, мына жерінде үтір қалып кетті, мынандай десе, ол балаға мынау басқаша әсер етіп қалуы мүмкін. Яғни жаңағы шығармашылық қабілетін бас жіберуіміз мүмкін. Сосын соңында бітер кезде жаңағы несі, жұмысы бітер кезде, өткізер кезде барып, ал енді жақсылап тұрып, жұмысыңыздың орфографиялық, пунктуациялық қателерін тексеріңіз дейсіз. Тіптен жаңа бір-біріне рахмет, сіздің ойыңызды түсіндім. Рахмет сізге де. Өте сұрағыңыз орынды. Осы Екібай Мырзаның кітабын алғандар бар ма? Араларыңызда әріптестер. Кітабын оқып көрдіңіздер ме? Мүмкін біреуіңіз айтасыздар. Айжан апай, сіз кітабын қолдандыңыз ба? Қолданып үлгерген жоқпын. Қайырлы кеш. Құрметті әріптестер. Жалпы негізі Facebook әлеуметтік желісінде отырып осы Еділбай Оспанның академиялық жазылым негіздері деген кітабын көрдік. Академиялық жазылым деген енді түсінікті, ол жалпы негізі ғылыми. Дегенменен де ол кітаптың мазмұнын салған кезде мен бірден байқағаным бізге қажетті дүниелер тұр екен. Сондықтан да Еділбай Оспан мырзаға көп рахмет. Салған қолқамыз болатын, бұл өзіңіз байқап отырғанда Еділ мырза. Содан жаңағы кітабыңызды жаппай ала бастадық. Әлі де алып жатырмыз. Бұндағы біз үшін не күрделі дегенде, бізге эссенің түрлері және әр эссенің мазмұны, ол мазмұнына қоса оның кезеңдері және оны оқыту, меңгерту оқушыға, мінекей осы мәселелердің барлығы бізді толғандырады. Сондықтан да біз осы сіздің жаңағы еңбегіңізді алып жұмысқа қолданайын деп отырмыз. Жақсы болды. Мен былайынан жалпы толықтай бұл құралды қолдана қойған жоқпын, өйткені оқу жылы енді басталады. Дегенменен сол жердегі эссенің түрлерін көрдім, және біраз сұрақтарым болып еді. Қазір слайдыңызды көріп отырып, соны түсініп отырмын. Мысалға, жаңағы артық салмақ дегеннің өзінде, оның бір ғана жағынан, бір ғана ракурстан қарау керек екендігін. Ал біздің жалпы өзімнің жеке кемшілігім, мысалға, мен оның бірнеше жағын, минустарын мен плюстарын мысалға алып алатынмын. Сөйтіп эссе жазғызуға тырысатынмын балаларға. Ал олай емес, бір ғана қырынан қарап мәселені, және соған аргумент жинаудың жағдайын түсіндіру керек екендігін түсіндім. Көп рахмет. Болашақта сіздің еңбегіңіз бізге пайдасы тиеді деп ойлаймын. Көп рахмет. Рахмет. Әріптестер, тағы сұрақтар бар ма? Жоқ, рахмет. Рахмет сіздерге. Жаңа Айжан апай өте жақсы айтып отыр ғой, бұл эссе жазуда ғана емес, ғылыми мақала жазуда да кездесетін үлкен кемшіліктердің бірі болып табылады. Яғни тақырыпты біз кейде кең қылып алып аламыз. Негізгі мәселеміз, яғни мысалы кейде мен студенттерге жазбаша осындай эссеге немесе жаңа ғылыми жобаға тақырып таңда десеңіз, мысалы экономика бағытындағы студент мысалға тақырыпты ала салады. Қазақстан Республикасының экономикасы деген тақырыпты әкеліп тұрады. Мен осы тақырыпта жазамын дейді. Кешіріңіз, ол тақырыпта
бір үлкен бір оқу құралы жазылуы мүмкін, немесе бір сондай бір монография жазылуы мүмкін. Тіптен докторлық диссертацияда ол Қазақстан Республикасының экономикасы деген тақырыптың өзі докторлық диссертацияның өзіне жаңағы ауыр келеді. Сондықтан мәселені шағындап алу керекпіз. Тіптен ол қызық болу үшін, мысалы, студенттердің айналасындағы немесе жаңа оқушылардың айналасындағы мәселелердің өзін тақырыпқа алуға болады. Мысалға біз жаңа осындай тақырып іздеп отыру барысында, дәріс барысында студенттерден мынандай ой туындады, яғни осы нархоз университетінде жаңа қағаз өңдеу жолға дұрыс қойылмаған. Мысалға жоғарғы оқу орындарының бәрінде де бар, шетелдік жоғарғы оқу орындар, Қазақстанда жоқ. Яғни осы не себептен? Сонымен сұрадым, сіздер осы қағазды кәдімгі бөліп тастайсыздар ма? Жоқ, бөліп тастамаймыз. Яғни жоба болды. Содан бір студент алып, осы тақырыпты алып, не етіп шықты? Зерттеп шығып, соңында қанша, яғни осы қағаз өңдеу дұрыс жолға қойылған кезде қанша ақша үнемдейтінін кәдімгі жазып есептеп шықты. Әрбір студенттен сауалнама жаңа алып, содан кейін негізгі мәселе қай уақытта бұл жолға дұрыс қойылады деген нәрсені шығарды. Ол не? Егер олар анықтады, шетелдегідей әрбір коридорда, яғни және сыныптарда арнайы, және жаңағы бізде буфет дейміз ғой, сондай бір сатылым орындарына осындай жаңағы пластик бөтелкелер мен қағазды қалдықтарын бөлек тастайтын сондай жәшіктер орнатылса, біз дұрыс тастаймыз, соларға бөліп тастаймыз деген. Енді осы идея өткен жолы ректор қойыпты, жүзеге асырылды. Яғни әрбір коридорларға, жаңағы осындай аудиторияларға, үлкен дәрісханаларға осындай жәшіктер қойылған. Яғни осының салдарынан үнемдейді. Яғни бұндай нәрсені осы мектептерге де енгізу керек. Бұл тек қана ақша үнемдеп қана қоймайды, баланы үйретеді. Яғни ол ертең әбден мектепте осындай қалыптасқаннан кейін, яғни іздейді. Мысалға бізде осында мен осы 3 жыл мысалға Англияда жүрдім, Қазақстанға барғаннан кейін пластик бөтелкені жалпы қоқысқа салуға маған былайша айтқанда үйрене алмадым. Біраз уақыт мынау деген қанша дүние, бұдан қанша дүние жасауға болады. Яғни қанша қиналдым соны тастауға. Бірақ амал жоқ. Бізде ондай өздеріңіз білесіздер, Алматы қаласында немесе басқа жерлерде қойылмаған. Ал егер осыны қалыптасатын болса, ол бала ертең ата-анасына айтады, біз тастай алмаймыз, мына қағазды бөлек тастау керек біз деп. Сосын осыдан басталады да үлкен үрдіс қалыптасады. Өйткені бізде қазір мысалға Семейде қойылды, адамдар тастаған жоқ, бөлік тастамайды. Себебі бұдан ең бірінші жоғары оқу орындары, мектептер осындай білім салалары үйретсе, яғни ертең басқа бір сырттан әсер еткеннен гөрі, мысалға балалары ата-аналарына қатты әсер етеді. Яғни бала айтады, біз тастай алмаймыз, апай айтты ғой дейді, бізге тастама дейді. Яғни бөліп тастайық десе, ертең ата-анасы соны істейді. Яғни жолға қойылуға болады. Осындай мысалға мәселелерден ары қарай бұл қарап тұрсақ, шын мәнісінде басында бір эссенің тақырыбы ретінде туындаған мәселе болды да, артынан жаңа айттым ғой, мәселе және оның шешу жолдары деген эссе бар. Яғни осыдан ары қарай үлкені қалай шешуге болады деген қорытынды шықты. Шешудің жолы жаңа жәшіктерді қою. Сөйтіп осы мәселені анықтадық. Яғни айттым ғой, бір эссе жазуға үйренген оқушы ертең ол ғылыми жұмысты, диссертацияны жақсы жаза алатын болады. Ал жаза алмайды, ол қоя алмайды. Яғни қазір бізде ғылыми мақала жазғанда әдеби шолу деген бөлімдер, критикалық тұрғыдан жазу деген талаптарды қоямыз. Критикалық тұрғыдан жазу дегеніміздің өзі осы жаңағы салыстыру, аргументтер келтіру деген сияқты мәселелерді қоямыз. Ал жай ғана біз сипаттап ғана жазамыз. Сипаттау ол дұрыс емес. Тіптен оқылымның өзін біз мысалға мектепте сипаттап үстірт оқуды үйретеміз. Бұл жақта мысалға критикалық ойлау деген сөз, не себептен олай ойлайды, кім жазды бұны, неліктен олай жазды, оныған қаншалықты келісесіз, немесе келіспейсіз деген мәселелерді үйретеді. Тіптен мұнда кейбір эссенің элементтерін, әсіресе аргументтік эссе, салыстыру эссесі, артықшылықтар мен кемшіліктерін
анықтау эссесі деген сияқты эссенің түрлерін бастауыш сыныптарда үйретіп тастайды. Ал кітапқа жаңа біз пікір жазуды үйретіп жатырмыз ғой, жаңа ревью. Мысалы, енді келтіріп жатыр. Тіптен ол нәрсені балабақшадан үйретеді. Яғни, кішкентай кітаптарды оқытқанның өзінен баладан сұрайды. Сондай сұрақтар қояды. Сіз бұл кейіпкердің қай жері ұнады? Сіз не себептен ұнады кітап? Ұнамаса неліктен жаңағы досыңызға оқуға кеңес берер ме едіңіз деген сияқты. Сол сияқты. Мысалға, тіптен Еділбаев мырза, мынау уақыттың шектеулігіне байланысты мінекей 1 минут соңғы уақыт қалып отыр. Мына осы жерде қатысып отырған барлық әріптестерге рахмет айта отырып, ұйымдастырып отырған модератор Ақмарал Шәтемірқызына көптен көп рахмет айта отырып, сізден бір өтініш, осы бүгінгі жариялаған слайдыңызды Facebook желісіндегі академиялық жазылым деген топқа салсаңыз. Өтініш. Иә, көп рахмет. Ақмарал мырза. Рахмет сізге, Еділбай мырза. Есте жазу арқылы оқушының идеясы дамуы әбден мүмкін. Ол ғылыми жұмыстарға жетелейтінін де түсініп отырмыз. Сіздің кітабыңызды мен өз басым қуана алғалы отырмыз. Өйткені ол жерде ғылыми жұмыстарды да қалай жүргізу керектігін жазғансыз. Дұрыс түсіндім ба? Иә, дұрыс айтасыз. Рахмет. Егер де тағы да сұрақтар туындап жатса, келіп жатқан сұрақтарды сізге жеткіземіз. Мүмкін әлі де осылай онлайн түрде кездесеміз деп ойлаймын. Әріптестер сіздерге көп рахмет. Сіздерге де рахмет, көп мәлімет алдық, рахмет. Көп рахмет. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Жаңа жыл оқу жылы құтты болсын. Рахмет апай, сіздерге де көп рахмет. Әсіресе Ақмарал апай, Айжан апай, сіздерге көп осындай іс-шараны ұйымдастырып жатқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Құрметті әріптестер, көп рахмет. Айжан апай, Ақмарал апай. Мынау әлеуметтік желілердің ішінде Facebook'тан көре аласыздар жаңағы слайдты. Ал мына жазып жатқан пошталарыңызға жібере алмаймыз өкінішке орай. Уақытты білесіздер ғой. Facebook'тағы бірнеше неге жариялайық, жаңа академиялық жазылымға, Қазақстан ұстаздарына, ман және тәлімгерлік деген чатқа, бірнеше чатқа жаңағы слайдты презентацияны жарияласақ болады екен, Айжан апай. Жақсы. Ақмарал апай, содан кейін ссылкасын жібере салсаңыздар, иә, жариялаған жердің. Жібереміз. Солай екен ғой. Иә, жақсы. Рахмет, қыздар. Рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау бол, Ақмарал, көп рахмет. Рахмет, сау болыңдар, өте көп мәлімет алдық. Көп рахмет әріптестер.